Саламатсыздарма, құрметті студенттер. Біздің бүгінгі Алаштың Әлихан атты тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер. Және де бүгінгі онлайн тәрбие сағатымызды тамашаламыздар. Алаш туы астында біз Алаштың баласы, қолдайтын Алаш бабамыз. Алаш туы астында куә болсын арымыз. Көркейтуге Алашты құрбандық біздің жанымыз. Бұлай тұрсын малымыз, Алаш деген ел үшін, Сарыарқаның жер үшін, бостандық берген ер үшін, төгілсін біздің қанымыз. Аялмасын жанымыз. Алаш туы астында өлсек бірге өлдік біз. Сайда Алаш өлмейміз. Әлихан Бөкейханов, Әлихан Нұрмұхаммедұлы Бөкейханов 1866 жылы және 1937 жылының 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасыр басындағы қазақ зиялыларының қоғам және мемлекет қайраткері қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Әлихан Бөкейханов 20 ғасырдың басында алғаш тұңғыш автономия әперген саясаткер. Ол қазақ халқының жарқын болашағы үшін өз өмірін құрбан еткен жан. Әлихан шын мәнісінде қазаққа берілген және ұлты үшін жанын қиған, уақыт өткен сайын биіктейтін бір туар тұлға болып табылады. Әлихан бастаған Алаш рухы, Алаш ұраны өлмек емес. Ол қазақ бар жерде ғасырдан ғасырға рухани мұра болып қала бермек. Алаш, Алаш, шақырғаның бірлікке, бабалардан қалған асыл алтыным, жету үшін ел аңсаған ақтанға, қайыспадың мұң жастанып жатсаңға, сәуле төктің табалдырық танытар, кемемеске қасіреттің от жоғын. Мен өзіме қалай ұқсап бақпайын, бойдақаның сарқылдаған алмаса. Әнұраным шырқалғанда сен бірге, тіл қатасың Әлиханы Алаштың.